Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Алдымен оқулықтарымызды түгендеп, сабаққа белсенділік танытып отырайық. Бүгінгі тақырыбымыз түзу, кесінді, сынық сызық. Сабақтың мақсаты түзу, тұйықталған және тұйықталмаған және қисық сынық сызықты жазықтықта қарапайым жазық геометриялық фигураларды 3 бұрыш, 4 бұрыш, нүктелі қағазда кескіндеу. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен видео түсіндірілім ұсынылады. Мұқият тыңдаймыз. Сен білесің бе? Айналамыздағы заттардан геометриялық фигураларға ұқсас заттарды табуға болады. Саңырауқұлақпен қолыңыздан қандай белгілерді көріп тұрсың? Нүктелер. Дұрыс. Нүкте геометриялық фигура. Аспанда ұшып бара жатқан ұшақтың ісі түзу. Түзу сызықтың басы мен ұшы болмайды. Шөпте жылан жорғалап келеді. Жыланның ізі қисық сызық. Аспанда күн жарқырап тұр. Одан ұшы жоқ, түзу күн сәулесі түсіп тұр. Математикада да сәулелер бар. Сәуле түзу сызық. Оның басы бар, бірақ ұшы жоқ. Ал егер бір нүктеден екі сәуле шықса, бұрыш пайда болады. Сағаттың тілдері де бұрыш жасайды. Ал егер жіпті бөліктерге бөлсек, кесінділер пайда болады. Кесінді басы мен ұшы болатын түзу сызықтың бір бөлігі. Ал егер лентаның бөліктерін бұлай орналастырса, онда сынық сызықтар пайда болады. Сынық сызық кесінділерден тұратын геометриялық фигура. Жарайды балалар, олай болса, видео түсірімді көріп алған болсақ, тапсырманы орындауға кірісейік. Бірінші жаттығуымыз. Геометриялық фигураларды атауларымен сәйкестендір. Берілген тапсырмаларымыз геометриялық фигураларды атауларымен сәйкестендіру керек. Көріп отырғандарыңыздай, фигуралар беріліп тұр және келесі жағында атаулары берілген. Сол атауларды өздеріңіз видео түсірімді толық көріп түсінген болсаңыздар, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Барлығын кестіріп болғаннан кейін тексеру пәрменін басамыз. Келесі тапсырмаға өтеміз. Төмендегі анықтамалардың қайсысы дұрыс екенін анықта. Екінші жаттығуымыз төмендегі анықтамалардың қайсысы дұрыс екенін анықта. Бұл жерде сіздерге сәуленің басы да, ұшы да болады дейді. Кесіндінің басы да, ұшы да болады. Түзудің басы бар, ұшы жоқ. Сынық сызық сәулелерден тұрады, бұрыш жекі сәуледен пайда болады дейді. Қайсысы анықтамасы дұрыс, соны анықтап тексереміз. Есепті шығарып болсақ, оқулықпен жұмысқа кірісейік. Оқулықтарымызды ашайық, бүгінгі тақырыбымызды қамтайық. Бүгін сен түзу ұғымымен танысасың. Кесінді мен сынық сызықтың неден тұратынын білетін боласың. Түзуді, кесіндіні
және сынық сызықты салуды үйренесің. Ережені мұқият тыңда. Түзу сызықтың басы мен ұшы болмайды. Түзу сызықты сызғыштың көмегімен сызуға болады. Есепті мұқият қара. Түзу сызықтарды сана. Суретте қанша түзу сызық салынған? Олар қандай түспен боялған? Ережені мұқият тыңда. Кесінді. Түзу сызықтың бөлігі. Кесіндінің екі ұшы болады. Олар нүктелермен белгіленеді. Келесі тапсырма. Кесінділер. Түзу сызықта неше кесінді салынған? Оларды атап көр. Ең ұзын кесіндіні көрсет. Ең қысқа кесіндіні көрсет. Ұзындықтарын сызғышпен өлшеп көр. Ережені мұқият тыңда. Сынық, сызық кесінділерден тұрады. Оларды буын деп атайды. Әр буынның ұшы бұл сынық сызықтың төбесі. Ережені мұқият тыңдаған болсаң, келесі есеп шығарып көр деп аталады. Сынық сызықтарды қандай топтарға бөлуге болады? Әрбір сынық сызықтың қанша буыны мен төбесі бар? Есепке мұқият назар аудар. Есепті шығарып болсаң, мұғалімге жолда. Келесі есеп орындап көр деп аталады. Суреттерден білетін сызықтарды тап және көрсет. Асықпа, мұқият орында. Тапсырманы орындап болсаң, мұғалімге Қымбатты достар, білесіңдер ме? Бізді қоршаған ортаның барлығы әртүрлі геометриялық фигуралардан тұрады. Таныс заттар геометриялық денелерге ұқсас. Бүгін біз геометрия еліне саяхат жасап, геометриялық фигураларды ажыратуды үйренеміз. Геометриялық фигураларды сызықтар мен нүктелер арқылы бейнелеуге болады. Нүкте мен сызықтарды қосатын болсақ, геометриялық фигуралар пайда болады. Білесіңдер ме? Сызықтар түзу және қисық болады. Түзу сызық геометрияның негізгі ұғымдарының бірі. Түзу сызық бір сызықтың бойында орналасқан көптеген нүктеден тұрады. Түзудің басы мен аяғы болмайды. Қисық орналасқан нүктелердің үстімен сызатын болсақ, қисық сызық пайда болады. Кәне, сызықтардың басқа да түрлерін көрейік. Сызықтар тұйықталмаған және тұйықталған болады. Тұйықталған сызықтардың ұштары болмайды. Тұйықталмаған сызықтардың екі ұшы болады. Ал нүктеден не пайда болатынын білесіңдер ме? Нүктеден бастап сызатын болсақ, шексіз сәуле шығады. Сәуле түзу сызықтың бір бөлігі. Сәуленің басталу нүктесі бар, бірақ оның аяқталу нүктесі болмайды. Егер де бір нүктеден екі сәулені шығарсақ, онда бұрыш пайда болады. Бұл нүктені, яғни бұрыштың шыңын бас әріппен белгілейміз. Түзуді және қисық сызықты кіші әріппен белгілеуге болады. Екі нүктемен шектелген түзудің бөлігін кесінді деп атайды. Нүктелерді кесіндінің ұштары дейді. Осыдан қанша кесінді көріп тұрмыз? Кәне санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Осы танысқан геометриялық фигуралардың элементтерін сәйкестендіріп көрейік. Сендерге геометриялық фигуралардың суреттері ұсынылады. Суретке мұқият қарап, геометриялық фигураларды атауы бойынша сәйкестендіріңдер. Айтыңдаршы, бұл қандай геометриялық фигураға ұқсайды? Күн мен гүлге қандай геометриялық фигуралар жасырылды? Үйде шаршылар мен тіктөртбұрыштар бар ма?
Суреттегі сызық қайда? Олар қандай? Тексеріңдер, тапсырманы дұрыс орындадыңдар ма? Жарайсыңдар. Бүгін біз геометриялық фигуралардың элементтерін ажыратуды үйрендік. Жарайсыздар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өзіңді тексер пәрменін басып, өзімізді тексереміз. Геометриялық фигураларды атаулармен сәйкестендір. Берілген тапсырма бойынша геометриялық фигураларды атауларымен сәйкестендіреміз. Берілген фигуралар бұрышында берулі, келесі тапсырмада сәулелердің атауын сәйкестендіреміз. Тапсырмамызды орындап болғаннан кейін тексеру пәрменін басамыз. Келесі тапсырмаға көшеміз, мұқият тыңдаймыз. Сынық сызық неше бөліктен тұрады? Сынық сызық берілген, және соның бөліктерін сіздерден сұрап тұр. Жауабын тауып, тексеру пәрменін басамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды.